Бағила ханым, саламатсыз ба? Ерте келіп алыпсыз ғой.
Қайырлы кеш, достар. Бисенбай мырза, Аманғали мырза, қош келдіңіздер. Чатқа жаза аласыздар, мына бізде чат бар. Сіздер 3 минутқа ерте кіріпсіздер. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн, достар. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Олай болса, бүгінгі мастер-классымызды бастаймыз. Сіздермен бірге Төлебай Бағлан және Дансық академиясы. Барлықтарыңызға сәлем. Так, мына жерде бізде қазір чат бар. Сол чатта жалпы ойларыңызды, пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Жаймен таныссақ болады. Мен жалпы атымды айттым, Бағлан. Осы анимация саласында, IT саласында 15 жылға жуық тәжірибем бар. Бала күннен көптеген жобаларға қатысқан. Мен туралы Google-ға жазсаңыздар ақпараттар шығады. Халықаралық жарыстардың жеңімпаз болған болса, IT саласында анимациялық 9 балақ деген жобалар жасағам. Қазақ фильмде жұмыс істегенмін, қазір ол туралы айтам. Жалпы енді өзім Қызылорда қаласынанмын. Осы жерде таныса отырсақ болады. Сіздер қай қаладансыздар деген сияқты. Жазып жіберіңіздер чатқа, танысайық. Менің даусым естіліп тұр ғой, жарайды, онда мен қазір мына жерде мен экранымды бөлісейін, сіздерге жалпы презентацияны көрсететін боламын. Так, экран көріп тұр ма? Чатқа жазсаңыздар болады осында. Немесе реагировать етсеңіздер болады, реакция берсеңіздер болады, смайлықпен, басқасымен. Үндемесеңіздер, значит, көріп тұр деп ойлаймын.
Так, олай болса, презентациямызды бастайық. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Оны жалпы енді сіздер естіген шығарсыздар, барлықтарыңыз білесіздер. Бірақ соны біз қаншалықты деңгейде түсініп жатырмыз, оның мағынасы қаншалықты терең және оның болашағы қаншалықты маңызды. Қазір сол туралы айтып өтетін боламыз. Сондықтан біздің тақырыбымыз жасанды интеллектіні кәсіби деңгейде меңгер деп аталады. Жалпы осы уақыттың ішінде сіздерге не туралы айтатын боламыз? Жалпы жасанды интеллекттің бүгінгі жағдайы, одан кейін өзіңіздің біліміңізді тексереміз, қаншалықты білесіз, одан кейін жобаларыңызбен көрсетеміз, таныстырып, сосын бірге бір кішігірім жұмыс жасап көреміз. Мына жерде ары қарай соңында сұрақтар болады, сол сұрақтар қойып пікір алмассақ болады. Жалпы жасанды интеллектті неге меңгеруіміз керек? Жасанды интеллектті біз дәл қазір меңгеруіміз керек, ол өте маңызды. Себебі жалпы қоғамда кез келген бір жаңадан бір трендтер шығып отырады. Мысалға, баяғыда осы Instagram, TikTok жоқ кезде, сол Instagramды ең шығып жатқан кезінде пайдаланып контент жасап қалған адамдар қазір уже жұлдыз болып жүр. Немесе интернет шыққан кезде сайт жасап, сол кезде анау Тенгри News деген сайттар шықты, сондай жұмыстар жасап шығарған адамдар жақсы алып кетті. Яғни әр кезеңнің өзінің бір сондай мамандығы болады. Ал жасанды интеллект деген бұл тарихи үлкен жаңалық, ғылыми жаңалық болып табылады. Өйткені осы жасанды интеллекттің арқасында көптеген жалпы қоғамда, әлемде ұғымдар, дүниелер өзгерейін деп тұр. Көптеген жұмыстар жабылады, көптеген жаңадан жұмыстар ашылады. Осы жасанды интеллектті меңгерген адамдар ғана алда озып шыға алады. Мысалға делік, мына жерден бізде Сэм Алтман деген кісі бар, сол кісі айтқан. Жақында бір адамнан тұратын құны $1 миллиард компания пайда болады дейді. Яғни жасанды интеллектсіз бұны жасау мүмкін емес дейді. Ол деген сөз не? Бұрын мысалға адамдарға бір жасанды интеллектісінде бұрын мысалы кино түсіретін болса, оған бір студия ашу керек. Студияда 50-100 шақты адам болады. Сол адамдар жаңағыдай бір фильм түсіреді. Оған миллиондаған доллар ақша кетеді, уақыт, жылдар кетеді бір фильмді жасауға. Ал қарапайым адам істегенше істей алмайды. Көбісінде мысалы ойлар бар, күшті сценарийлер бар, идеялар бар, бірақ ақшасы жоқ деген сияқты, мүмкіндігі жоқ. Ал қазір жасанды интеллекттің арқасында сол деңгейлер, дәрежелер теңестіріліп жатыр. Себебі жасанды интеллектті меңгерген адам, яғни сол жасанды интеллекттің күші сол пара-пар 50-100 адамға тең болады. Яғни сіз отырасыз да идеяңызды айтасыз, дұрыс бағыт бағдар бересіз, жасанды интеллект сөз жүзін жасайды. Яғни бір жерде сіз бір ақ адам болып жасай аласыз, ақшаңызға бір 10-20 мың теңгеге бір жақсы дүние шығаруға болады аздаған уақыттың ішінде. Сондықтан қазір ойын ережесі өзгеріп жатыр. Жасанды интеллект бүгін не істей алады? Қазір сценарий жазады, жоспар жазып береді, аударма жазып береді, идеяны да айтып береді, сурет жасайды, видео жасайды, дауыс жасайды, саундтрек жасайды, сайт, программа бәрін жасайды. Бірақ та жасанды интеллект ол жай ғана құрал. Яғни ол адамсыз ешкім емес. Сондықтан да қазір егер сіз жасанды интеллектті меңгеріп алсаңыз, ол кезде күшіңіз бір студияға, бір компанияға тең болады. Ал сіздің орныңызға сіздің жасанды интеллект агенттері жұмыс жасайды. Сол агенттерді сіз жұмсайсыз, мынандай істе деп айтасыз, сол агенттер сізге орындап береді. Ол қазақша да сөйлейді, басқа да сөйлейді. Яғни бұрын ағылшын тілі, орыс тілі сіз үшін барьер болса, қазір қазақ тілінің деңгейімен ақ жұмыстар жасауға болады. Керемет жұмыстар жасауға болады. Енді жалпы қазір біз жобаларымызды көрсетеміз. Сол көрсетпестен бұрын сізбен пікір алмасақ, жалпы сіздің жасанды интеллекттегі деңгейіңіз қандай? Осыны чатқа жазып кете салыңыз. 1 мен 5-тің арасында жазайық. Егер сіз мүлде қолданбаған болсаңыз, немесе арасында ашық қалған болсаңыз, ол кезде 1 деп басасыз. Егер де мәтін жазам, аударма сұраймын, осындай қолданамын десеңіз, 2-ні басыңыз. Ал сурет, видео жасап, бір жұмыс жасап жатсаңыз, 3-ті басыңыз. Ал егер сол промпт жазып, сол сурет, видеоларды сапалы түрде шығарып жатсаңыз, 4-ті басыңыз. Ал кәдімгідей жобалар жасап жатсаңыз, 5 деп пікір қалдырып кетіңіз. Бір дейді, жақсы. Жасанды интеллектіні қолданып көрмегенсіз. Көбісінде қорқыныш болатын, жасанды интеллектіні қолданып, қалай бастайды, ол не деген сияқты, бір қиын дүние сияқты. Керісінше, мен сіздердің қазір ойларыңызды өзгертемін, жасанды интеллект ешқандай да қиын дүние емес. Керісінше, жасанды интеллект жеңілдетеді, өміріңіздің бәрін жеңілдетеді. Керісінше, жұмыс істеген сайын сіздің шабытыңыз ашыла береді. 3 дейді, 3 сурет, видео жасап көрген, жақсы, керемет.
Енді осы сурет видеоларды ары қарай жасап көрсеңіз, осы сапалы тұрғыда кәдімгі интернеттен сапалы жұмыстар сияқты жасауға болады. Оны біз сізге қазір көрсетеміз. Алға қарай жылжайық. Так, жасанды интеллектті қазір біз жобаларымызды көрсетеміз. Мынау бізде Қонаев деген, біз Дінмұхамед Қонаев атамыз туралы фильмнің трейлерін жасағанбыз, соның кадры. Осыны жасанды интеллекттің көмегімен жасадық. Жалпы мен кіммін, соны айтып өтейін. Мен Бағлан Төлебай, 13 жылдан астам, 15 жылға жуық осы салада жүрмін. Қазақфильм, Қазақ анимейшн компаниясында жұмыс істегенмін. Сіздер білетін, сол жақта мультфильм жасағанбыз, одан кейін компьютер ғылымдары магистрмін, қазір Нархоз университетінде завкафедра болып жұмыс істеймін, аға оқытушысымын. Жалпы осы жасанды интеллектке қазір мен халыққа үйреткім келіп жатыр. Біздің жобалар, мысалға Мұзбалақ деген мультфильм бар, бұны қарап көрсеңіздер болады. Өте қызықты жоба, бұл жақта 6 миллиондай көрілім жинаған. Балаларыңыз, немерелеріңіз болса, інілеріңіз болса, қарындастарыңыз болса, өте қазақи, жақсы мультфильм. Мен осы алғашқы үлкен жобалардың бірі қатысқан. Одан кейін Дінмұхамед Қонаев туралы біз трейлер жасағанбыз. Бұл толыққанды жасанды интеллектте жасалды. Дінмұхамед Қонаев атамыз туралы трейлер бізде 61 мың көрілім жинады. TikTok'та 100 мыңнан астам көрілім жинады. Жалпы толыққанды миллионға шамалы көрілім жинады. Бұл өте керемет нәрсе. Жалпы осы фильмді біз не үшін жасадық? Біз осы жасанды интеллекттің мүмкіндігін тексергім келді. Яғни көбісі байқасаңыздар, TikTok'та, интернетте бір болмайтын, мағынасы жоқ видеолар шығады, сапасы да жоқ, бірақ адамдар көріп жатады. Ал мен керісінше осы жасанды интеллектті жасау арқылы адамдарға көрсеткім келді. Шынайы кино сапалы деңгейде фильм жасауға болатындығын. Астына комментарияға берсек, бәрі айтып жатыр, жасанды интеллект секілді ғой дейді. Қонаев туралы кино түсірейік деп жатыр. Бәрі адамдарға сенбей жатыр кейбір адамдар. Керемет, осындай үй болса да трейлердің өзі зор дейді. Жасанды интеллектті кейбір адамдар айыра алмай жатыр. Бұл деген сөз, біз мақсатымызға жеттік. Енді сізде осындай сапалы дүние жинап, көрілім жинап, ары қарай дами аласыз. Мысалға, осы фильм жасағаннан кейін маған көптеген депутаттар, тіпті министрлерден де адамдар хабарласты, мәдениет министрлігінен, осындай бірге жұмыс жасайды деген сияқты. Сондықтан сіздер көп адамдар ойлайды, мен қазір осы үлкен жасқа келдім, мен болды, балаларымды өсірдім, болды деген сияқты өзін беріп қояды. Немесе жаңағындай, мен өзгере алмаймын, мүмкіндігім жоқтан. Керісінше жасанды интеллектпен кез келген адам мықты жұмыстар шығарып, ары қарай табыс та таба алады. Қазір соның мүмкіндігі келіп тұр. Осы жұмыс жасадық. Одан кейін мен жақында атама өзімнің 100 жылдығына асына соған видео жасап бердім. Бұл да жасанды интеллекттен жасалған. Мен атам сол Арал теңізіндегі туып өскен ғой, енді соның ауылы. Көп ақсақалдар, үлкен кісілер келді осыған, енді атамды еске алуға. Сол кезде мынау ауылды біз негізі Арал теңізі жоқ, тартылып қалған. Бірақ жасанды интеллектпен соны видео қылып біз шығардық. Сол кезде бәрі адамдар, астағы адамдар таң қалды. Мәссаған, мынандай да дүние болады екен ау деп. Мінекей. Яғни шынайы қылып шығардық. Содан кейін негізі көп адамдар жалпы бізге хабарласты, сендер мынау ас берудің де деңгейін өзгерттіңдер ғой. Қазір осындай еске алып жақсы видеолар түсіруге болады екен ғой деген сияқты заказдар, ұсыныстар көбейіп кетті. Одан кейін біз мультфильміміз бар, жасаған Түлкі мен Арыстан деген тағы да басқа жобаларымыз бар. Енді оның бәрін мен қазір көрсетпей ақ қояйын. Егер сіздерге қызық болса, Дансай Studios деп жазсаңыздар, YouTube-тан шығады. Немесе Қонаев трейлер деп жазсаңыз, тоже YouTube-тан шығады. Сондықтан солай іздеп қарай берсеңіздер болады. Немесе біздің Дансай KZ деген сайтымыз бар. Осы Дансай KZ сайтына кірсеңіздер, мінекей, ішінде яқта жобалар деген ішінде барлық біздің жобаларымыз бар. Осы жерден қарап көре аласыздар. Олай болса, кеттік. Енді жобаларымызбен таныстырдық сіздерді. Енді ары қарай. Жалпы Қонаев фильмін қалай жасадық? Мен қазір сіздерге ішкі барысын көрсететін боламын. Жалпы фильм жасаған кезде бізде сценарий болу керек, идея болу керек. Біз сценарийді бірінші жазып шықтық. Одан кейін әр сценарийді ішіндегі эпизодтарға бөлдік. Әр эпизодтың өзінің ерекшелігі бар. Бұл жерде Қонаевтың бала күнінен
бастап, жас күннен бастап үлкен кезіне шейін жасап шықтық. Ол үшін бізде арнайы Hexfield AI деген платформа бар. Бұны қолдану керек па, сіздерге қолдану керек емес па, оның кейін курстарда, нелерде бар, видеоларда оны айтқан болатынмын, кейін көре аласыздар. Вот осы Қонаев атамыздың біз суреттерін, кадрларын бәрін жасап шықтық. Бұның бәрі шын емес, бұның бәрі жасанды интеллектпен жасалған. Яқта біз әртүрлі промпттар жасап, промпт деген нәрсе бар, яғни өзіңіздің запростарын жасайсыз жасанды интеллектке. Адамдармен амандасып жатқаны, халықпен бірге жұмыс істеп жатқаны, әртүрлі кадрларын жасадық. Солардың бәрі кадрларын жасап біз қосамыз. Мысалы, бірінші біз кейіпкердің түрін жасап аламыз осындай қылып, кейін сосын қоршаған ортада бір әрекетін жасаймыз. Адамдармен амандасып жатыр деген сияқты, немесе жұмыс істеп жатыр деген сияқты, тағы да басқа кадрларын жасадық. Мына жерде кетпенмен жұмыс істеп жатыр. Кезінде жаңа кен орнында жұмыс істеген ғой. Вот, осылай жасаймыз да, ары қарай осыны видеоға айналдырамыз. Мысалға мен қазір видеосын көрсетейін, эпизодтарын. Мына жерде біз эпизодтарға бөлдік. Үйленген кезі, ары қарай дамыған кезі, өскен кезі деген сияқты. Мына жерде Қонаевтың жаңағы Зухра апамызбен танысып жатқан кезі. Яғни осындай суреттерді көбейтіп, әрқайсысын біз видеоға айналдырамыз. Мінекей. Осындай қылып видеоға жасап береді. Соңында бізде толыққанды фильмді жасап шығамыз осылай. Алматының салынып жатқандығын жасадық. Тағы да басқа дүниелерді жасап шықтық. Мына жерде Қонаев атамыздың алғашқы хатшы болып жатқандығы, бірінші хатшы. Осылай эпизодтармен алып біріктіреміз, сол кезде соңында қосып монтаждаған кезде бізде фильм пайда болады. Барлығына біз арнайы запростар бердік. Олай болса презентацияға келейік қайтадан. Бұл жерде бізде жалпы алғанда 5 эпизод болды, 13 сахна, 80 кадр, 68 бейне үзінді болды. Келесі Әлихан Бөкейханмен кездескен кадр мына жерде көрсетілген. Бұндай шынымен де болған екен. Әлихан Бөкейхан атамызбен кездесіп, қолын алып батасын алған кезі болған екен. Енді ары қарай платформа туралы айтып өтейік. Жалпы енді оны қалай жасаймыз, қалай үйренуге болады деп жатқан шығарсыздар. Жалпы кез келген нәрсені үйренген кезде бір этаптар болады. Мысалы, жасанды интеллектіні үйрену үшін сіз өзіңіз отырып үйде оқи аласыз, бірақ ол қиын болады сіз үшін. Оны түсінбейсіз, ютубтан қарайсыз, ода қайталау сәйкес келмейді мысалға. Немесе бір адамға айтып оқуыңыз мүмкін, бірақ ең жақсы платформада арнайы оқыған дұрыс. Өйткені біз арнайы сондай платформа дайындап қойдық. Яғни адамға барлық керек дүниесі бар. Ол біздің платформамыз Дансай академиясы деп аталады. Біз 2019 жылдан бастап жұмыс істейміз. 300-ден көп кәсіби мамандар дайындағанбыз. 30-дан астам жобаларымыз бар, және бізде барлығы қазақ тілінде. Егер де өзіңіз оқимын десеңіз, басқа да таныстарыңыз болса, оқысаңыздар болады. Бізде алғашқы тегін сабақтар бар. Осы тегін сабақтарға Дансай KZ тегін деп жазсаңыз, біздің тегін сабақтарымыз бар. Осы жерден алып видеоларды көрсеңіз болады. Мына жерде мен бастым қазір. Бізде видеолар шығады. Осы видеоларды қарап шықсаңыз болады. Осындай тегін сабақтар бар, оларды алсаңыздар болады, промпттар бар ішінде, осы промпттарды пайдалансаңыз болады. Одан кейін, егер оқимын десеңіз, арнайы бізде кабинет бар, сол кіресіздер осы кабинет. Егер сіздерге логин пароль, осы вебинарға қатысқандар бәріне қазір логин пароль береміз. Содан кейін сол логин парольмен кірсеңіздер болады. Немесе өзіңіз тіркелуді басып, ішіне тіркелсеңіз болады, ат жөніңізді жазып, нөмірін жазып деген сияқты. Ары қарай кіруді басамыз. Менде и так логин паролім бар. Осы логин парольмен кіргеннен кейін сізде кабинет пайда болады. Мынандай кабинет. Кабинеттің ішінде неше түрлі біздің курстарымыз бар. Енді мен қазір мысалға мына жерден бағытыңызды таңдаймыз. Сіздің бағытыңыз жасанды интеллект болса, AI болады. AI-ді бастаңыз, жасанды интеллект бағытының видеолары шығады. Бұл жерде
оқу бағдарламам деген бар, басасыз, сол кезде жасанды интеллект сізге шығатын болады. Және мысалға АИ оңай деген курсты басайық. Осының ішінде бүкіл курстың мазмұны бар. Осы курсқа кіріп, ішінен видеоларды қарай бересіз. Мысалға, жасанды интеллектке кіріспе. Бұл жерде біз жасанды интеллекттің толығымен теориясын түсіндіреміз. Яғни осы видеоның барлығын біз теориялық тұрғыда мағынасында түсіндіреміз. Ішінде мысалға практикалық жаттығулар бар әртүрлі. Мысалға ескі фотоны қалпына келтіру. Мына жерде бізде ескі фото тұр. Мынау бізде Қосшығұлов деген қазақтың тұлғасы кезінде алашордашы болған. Соның ескі фотосын біз жаңарттық. Енді бұны сіз жаңарту үшін сізге бір арнайы отырып істеп керек емес. Мына жерде біз дайын промпттар дайындап қойдық. Осы промптты көшіресіз да, жасанды интеллектке берсеңіз, ол кез келген сіздің жаңа суретіңізді жаңартып береді. Немесе мына жақта жаттығу бар. Жаттығуға практикаға кіресіздер. Мысалы, Ыбырай Алтынсарин мен өзім суретін салдым да, мынаны басып, көшіріп салсам, мындай бізге сурет жасап береді. Мінекей. Мына жерде тағы да екінші фотолар болу керек. Бір фото ғана сияқты. Жарайды. Жалпы осындай жұмыстар жасауға болады. Басқа одан кейін мини жобалар болады. Тағы да басқа жұмыстар бар. Яғни кез келген осындай біздің платформамызда ыңғайлап бергенбіз. Одан кейін мұғаліммен оқу деген бар. Егер мұғаліммен оқитын тарифтерді алсаңыз, ішінен бізге арнайы АИ Cinema деген бар. Үлкен кино жасайтын тариф. Немесе АИ оңай бастап үйренетін бастауыш адамдарға арналған. Осы жерден орын алып, ары қарай бір адам бізде сатып алған уже, қазір жаңа поток жинап жатырмыз. Осылай мұғаліммен де оқи аласыздар. Одан кейін сіздерде арнайы генерация жасайтын платформа болады. Мысалға, сіз жасанды интеллектін сатып алмай-ақ, егер бізден курсты алсаңыз, сізге сол тарифіңіздің деңгейіне байланысты біз мына жерден токендер береміз, сөйтіп кез келген суретті жасауға болады. Мысалға, мен мына жерге айтамын. Не айтайын? Кез келген нәрсе жасақ болады. Мысалы, мына жерде алманы жасағанбыз, бұл жерде біз айтсақ, алмұрттың, қазір мен клавиатурамды кішкене атып қалған сияқты. Алмұрттың суретін жасап бер. Бірақ кейіпкер болсын. Мультфильм сияқты. Дейміз да, ары қарай суретті генерацияға берсек, қазір бізде сурет жасап беру керек. Күтеміз. Генерация белгілі бір уақыт алады. Мінекей, бізге алмұрттың суретін жасап берді. Керемет, мультфильм тұрғысында. Бұл жерден шексіз емес, әркімнің несі бар. Осы жерде сіздің бір өзіңіздің балансыңыз болады. Балансын біткен кезде арғай тоқтап қалады. Арғай бірақ балансын жаңартып сатып алсаңыз да болады. Бұл не үшін керек? Мысалға, кейбір кезде жаңа Kicksfield деген платформа бар. Бұны сатып аласыз. Бұны ішіне кірсеңіз, бағасы деген бәленбай қымбат тұрады. Оны сіз Қазақстаннан сатып ала алмайсыз. Картаңыз тіркеу керек. Кейін картаңыздан тағы ақша алып кетеді. Ол үшін қиын жағдай. Ал бізде сіздер оқысаңыздар, ішіне Каспиймен ақ, мен QR кодпен ақ басып сатып ала аласыздар. Вот осындай платформамыз бар. Яғни біздің платформа оқимын деген адамға өте ыңғайландырылып жасалған. Солай, осы платформа туралы сіздерге айтып өттім. Тағы не айтсам болады. Енді бірге қазір жұмыс жасап көрейік. Қазір біз бірге лабораториялық жұмыс жасаймыз. Бізде мысалға қандай жұмыс жасақ болады? Мен қазір тегін инструменттер көрсетемін. Біздің курста тегін инструменттерді көрсетеміз. Мысалға бізде Gemini, ChatGPT дейтін құралдар бар. Қазір мен Абай атамыздың суретін алғым келеді. Абай атамыздың бір суретін алайық. Қайсы суреті жақсы екен? Кез келген бір суретін алайық.
Осыны көшіріп аламын. Ары қарай Gemini'ға саламын да, маған қазір сурет жасап берейін. Бұл бізді тегін жасаған интеллект. Осыны тегінді көбінесе байынша жұмыстарға пайдалануға болады. Сосын біздің академияда бағана кірген кезде промпттар бар тұғын. AI курсында осының ішінде бір промптты ала салайын. Бағана бізде ескі фотоны қалпына келтіру. Осы промптты басамын, көшіріледі менен. Көшіріп аламын. Сосын мына жерге Google-ға салам. Абай атамыздың суреті тұр, енді осының суретін жасап бер. Яғни баяғы ескі сурет болса, біз қазіргі жаңа сапалы деңгейде жасаймыз. Біздің мақсатымыз осы. Мінекей, генерация жасап берді. Енді кішкене киімдерінде бір өзгерістер болуы мүмкін, оның бәрін өзгертуге болады. Өзгертіп беруге шапаны бізде андай көк түсті болмайды ғой, енді қоңыр түсті болсын деп өзгертсек болады. Түсті болсын дейік. Біздің керемет әдемі суретім жасалды, қазақтың ою өрнегімен. Шапаны қоңыр сары түсті болсын дейік. Біз қазір бірінші жазған промптымыз бұл жаңарту промпты. Осында суретті өңдеп жасап шықты. Екінші промптымыз өзгерту промпты. Яғни бар суретті аламыз да біз өзгертеміз. Мінекей, сары түсті болды. Осындай да болады. Қайсысы ұнап тұр сіздерге, мен соны алайын. Көкті алайын ба, әлде сарыны алайын ба? Жатқа жазсаңыздар. Жарайды, біреуін ала берейін. Көкті ала берейін, иә. Так, көкті аламыз. Мен көкті көшіріп алам. Көкті көшіріп алам да, ары қарай Google Flow-ға салам. Енді жұмысымыз қандай, осыны біз видеоға айналдырайық. Осы суретті мен жерге саламын. Қазір сурет көшіріп жатыр. Енді осы Абай атамызды бір өлеңін оқытып қойсақ та болады. Өлеңін оқытайық, мысалы. Қандай өлең оқытамыз? Орын таппай баптанба дейтін өлең бар еді ғой. Құмарланып шаттанба дейтін. Осының бір несін оқытайық. Ғылым таппай мақтанба. Осыны алайық, жасайық. Енді осыны қазір мен видео қылып жасаймын. Видео қылып жасаймын. Қазір ойланып жатырмын, 11% болды. Осындай қате шығады, кейде видео жасау үшін кішкене проблема бар. Сол үшін ChatGPT-ға біз промпт жазуымыз керек. Менде сурет бар. Онда үлкен адам бар. 10 секундтың ішінде мына өлең жолдарын ақын сияқты айту керек. 60 жастағы адам видео генераторға промпт жасап бер. Қазір өлеңді салып жіберейін. Тек видеодағы әрекеттері керек. Адамның түрін сипаттама. Енді референс бар. Референс деген бағанағы біздің суретіміз.
Бізге өзі ағылшынша промпт жасап береді жасанды интеллект. Сіз не істеу керектігін айтсаңыз болды. Сосын Google Flow-ға саламыз да осы адамды. Добавить запрос дейміз. Ары қарай видеосын шығарайық. Қазір видео кетті. Қате шығады. Яғни біз атақты адамдардың суретін істей алмаймыз дейді. Онда қалай қылсақ болады екен? Онда бір басқа өлеңін алып көреміз. Әлде түрінен танып тұр ма? Бір нәрседен танып біліп қойып тұр. GPT-ға жібере салайық. Қатені көріп ойланып көрсін. Видеодан кішкене проблема бар екен. Олай болса, басқа суретін жасап көрейік. Осындай кішкене қателер болып қалады. Бұл қате емес, бұл жасанды интеллекттің цензурасы деп аталады. Жасанды интеллект кейде атақты адамдар жасансаңыз біліп қояды. Сол үшін басқа заттар істеп көру керек. Басқа суретін алып істеп көре саламын қазір. Басқа суретін алып көрейік. О, жасап жатыр. Цензурадан өтті. Сондықтан да суреттердің бірнеше вариант жасап көруге болады. Сол кезде кейбіреулері өтеді цензурадан. Әрине біз көбінесе атақты адамдар емес, кәдімгі өзіміздің ойдан шығарылған адамдарды жасай береміз. Ол кезде мүлде ешқандай проблема болмайды генерацияның уақытында. Неке, ал видеомызды қосайық. Тамаша, керемет. Абай атамызды сөйлетіп қойдық. Бүгін бір сөйлеп бізге өзінің ақылын айтып жатқан сияқты. Мінекей достар, осылай қиын емес, қарапайым дүниелермен басып жасай берсеңіздер болады. Жалпы бүгінгі айтқым келген дүние осы. Енді жалпы сіздер ойлауыңыз мүмкін, мен мұғаліммін, немесе мен үлкен адаммын, пенсионермін, немесе басқа-басқамын деп. Олай емес, бұны кез келген адам үйрене алады. Оқушы да, жас та, кәрі де, бәрі де үйрене береді. Сондықтан міндетті түрде үйреніңіздер, мүмкіндіктерін жібермеңіздер. Тек сіздерге сәттілік тілеймін. Бізде, егер бізбен оқиын десеңіздер, бізде тегін жалпы тарифтар бар. Тегін ошақта видеоларымыз, промпттарымыз бар, жаймен бастап қарап көрсеңіздер болады. Одан кейін, егер де біздің академиямызда оқуларыңыз келетін болса, онда бізде қазір
АИ оңай деген курсымыз бар. Бастап көріңіздер, дәмін татып көріңіздер. Небәрі 9900 теңге тұрады. Қазақ тілінде барлығы, платформаңыз бар, дайын, мұндай мүмкіндік сізде болмайды. Сондықтан да алып көріңіздер. 9000 теңге деген қаға кетіп жатыр, иә. Анағанда мынағанда кетіп жатыр. Өздеріңіздің біліміңіз үшін, болашағыңыз үшін аямаңыздар. Одан кейін, егер де кәсіби тұрғыда үйренемін десеңіздер, бізде АИ Cinema Director деген курс бар. Бұл бізде 6 апта болады. 4 аптада біз сабақ өтеміз бірге. Мен аптасына 2 рет сабақ беріп отырамын. Өзім бүкіл материалдар, курстар бәрі платформада тұр. Сіздер жұмыс жасайсыздар. 4 аптадан кейін сертификаттарыңызды аласыздар. Сосын қалған 2 аптада өзіңіздің фильміңізді жасап шығасыздар. Иә, фильміңізді жасайсыздар. Сіздерге 10 000 токен береміз. Бәрін біздің платформада генерация жасайсыздар. Сонда сол фильмді біз кино показ қоямыз. Сол жақта сіздің фильміңізді барлық адамдар көретін болады, қатысушылар. Сондықтан да қатысыңыздар, көріңіздер, келіңіздер. Бізде Каспиймен рассрочкаға алуға болады, бөліп төлеуге. Небары 16 000 теңгеден басталады. Қазір бізде 9-ақ орын қалды. Сондықтан адамдарыңыз болса, немесе өзіңіз оқығыңыз келсе, үлгеріп қалыңыздар. Өйткені бізде уже 1 аптадан кейін бастаймыз, 31 күні бастаймыз. Сондықтан бізге жазыңыздар, хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Егер жалпы бастаймын десеңіздер, АИ оңай тарифін алып көріңіздер. Ешқандай қорықпаңыздар. Иә, сіз өзіңіздің фильміңізді жасай аласыз, киноңызды түсіре аласыз. Осы арқылы ақша да табуға болады, жалпы өміріңізді өзгертуге болады. Олай болса, қандай сұрақтарыңыз бар, чатқа жазыңыздар, талқылайық, сөйлесейік, барлық нәрсеге қысылмай сұрай беріңіздер. Қысылмай сұрай беріңіздер, мен барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Қазір мүмкіндікті қолданып қалу керек, мен сіздермен бірге отырған кезде. Мысалы, сұрақтар болуы мүмкін. Мен андай істегім келеді. Өзімнің үйдегі, мысалға, бір тұлғаларға видео жасай аламын ба, немесе мектепте мұғалім болсам, бір сабағымды жасай аламын ба, немесе психолог болсам, бір үйрететін, түсіндіретін оқу әдістемелік бағдарламасын жасай аламын ба, деген сияқты сұрақтарыңыз болса, қазір жазыңыздар. Осы чатқа. Астында чат деген бар, басып сұрай беріңіздер. Бізде адамдар көбісі ұялшақ сияқты, иә. Бізде алдыңғы вебинарда көп болған адамдар бәрі активны болып, белсенді болып деген сияқты. Жақсы достар, сұрақтарыңыз болмаса, егер онда вебинарымызды аяқтасақ болады. Барлықтарыңызға материалдар, тегін материалдарға сілтеме жіберіледі. Одан кейін тағы да хабарласамыз. Сұрақтарыңызды чатқа жазыңыздар. Егер мен керек болсам, чатқа осы админға, немесе менеджерға қос десеңіз, сіздерге көмектесеміз. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар, көріскенше.